Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрасыл. Бүгін Xiaomi Redmi Note 7 телефонына шоу жасайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Енді коробканы ашайық. Комплектіде бізде не жүреді екенін көрейік. Сөз қиындау ашылады екен, Note 7-ге қарағанда. Бізде Note 6-дағы сияқты бірінші чехол. Заводской. Кітаптары. Чехолын көре кетейік. Сол баяғы Қытайдың өзінің үлгісінде. Сен сәл бар. Бірақ чехол алғанша болады. Әрмен қарай қойып қойсайық. Телефонның өзіне келейік. Мінекей телефонның өзі. Арты стекло, Gorilla Glass. Еуропалық стандартқа сай келеді. Әрмен қарай қағаз, зарядка. Бюджетный телефон болса да бұл Samsung'тан ерте жетті Type-C'ге мына. Барлығын күткен зарядкасы осы Type-C. Зарядкасы сол 2 ампер. Басқа қызық ештеңе жоқ. Онда коробканы шетке қойып, телефонның өзіне көшейік. Экран әдемі. Қосылды. Қосыла берсін, біз артындағы пленкасын алайық. Камерасы сыртқа шығып тұрады екен, Note 6-ға қарағанда. Видеода көрініп тұрғандай. Шолуымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Қандай версия тұр екен көрейік. Пропустить. Согласен. Версия. Глобальный. Сим картамда мен салған жоқпын. 2.1.0. Внутренний ішкі пакеті ана тұр, блокировка. 64 гигабайт деп жазады. Ал оның сіздерге қалай ыңғайлы? Классика ыңғайлы ма әлде өзінің 8 ядролы? Өзімнің классика ұнайды. Применение. Настройкада көрейік. Бұда тағы режим қосылыпты, портрет емес, ночь деген түнгі. Оны тағы да жеке жолда. Шолуымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Қазір коробкадан шыққан кезде қандай версия келеді екен соны көрейік. Глобальный версия. Онда 2.1.0. Процессоры 8 ядролы. Ішкі памяті 64. Бірақ оның тек қана 52-де 4 гигабайт қана қолжетімді. Қалғаны системный файлға кетіп қалады.
наушник 3/5 камерасын көре кетейік. Бұл жерде бізде тағы да ночь деген режим қосылған екен. Қолда және жақсы жатады қосылған екен. Чехолды қазір салып көрейік. Қалай келеді екен. Чехолда әдем жатады екен. Бірақ камерасы бәрібір шығып тұрады. Қолда нық ұсталады. Осымен тайып кетеді деген қорқыныш сезімі жоқ. Шолу аяқталды. Келесі роликте мен толығымен программасы және де корпусы жайлы барлығын шықсын десеңіздер, комментариймен лайк жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге Нұрасыл, сау саламатта болыңыздар.